Бірінші рет жай сөзден айттым жігіттер, орнына қоя салыңдар деп. Екіншіден тағы мирно келіп тұрмын, қоя салыңдар орнына. Кешіктіргендерің үшін үстіне тағы 20 000 қоясыңдар. Инаятым, халас. Бұлар неге келісе алмай жатқанын айтайын. 1,5 ай бұрын мына Мико деген бұзық Атымтайдың арендаға беріп жүрген PlayStation-ын алып қолды қылып жіберген. Енді Атымтай компания соны даулап келіп тұр. Айтып, маған не бұқаланып тұрсың? Артыншы даса бақаға бар, бақалар алып кеткен, алған адамдан сұра. Бұл мектептің 4 легендасының бірі Атымтай қызуғанды. Ой, мәселе шешкіш. Ешкімге соқтықпайды, бірақ өзіне тиіскенді оңдырмайды. Ұстанымы жуас түйе жүндеуге жақсы. Мико, что издеваешься, что ли? Мен сенің бақаң білмеймін, мен саған бердім, сенің алам, понятно? Тоқта. Бұл Жомарт, Атымтайдың сенімді серігі. Атымтайды қандай мәселе болса да қолдап жүреді. Не болса да бірге баруға дайын. Тоқта. Кеша, 10 күн берім тауып қойыңдар. Или басқасын қоясыңдар. Атик, 10 күнге қой, 3 күнде сүй, құтындар ма? Ал мынау Есен, Атымтайдың мектептегі негізгі қарсыласы. Бұлардың ұстанымы бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде. Ал сыртқы мәселелерде біргеміз. Бұның да сенімді серігі бар, ол Аман. Короче, пацаны, естідіңдер. 3 күн береміз, 3 күн ішінде қайтармасыңдар, өздеріңнен көріңдер. Келіп жатырмыз. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы. Сізден бұрын келіп, тапжылмай күтіп отырмыз сізді. Не мәселе айта беріңдер? Мәселе... Баяғы жартас, сол жартас. Баяғы бұзық, сол бұзықтар ма? Ай. Не білдірді бұлар? Ой, сол баяғы ескі өндеріне басты да? Тәртіпсіз ел болмайды дейді. Тәртіпке бағынған құл болмайды деп. Қатал болсаң тағы да болмайды бұларға. Ей, бала кезінде кім бұзық болмады, кім тентек болмады деп бош берсең тағы да болмаса. Не істеуге болады бұлар да? Мыналардың бір ғой, сұрқы бөлек қой, қараш. Бұзықтық істедім ау деп қымсынып тұрған жоқ қой бұлар. Не істесің бұл? Жалпы бұларға бар ғой, жазаның түр-түрін жасадық. Алдап та көрдік, жазаладық та. Тезге салып терді илейін десең, тағы болмайды. Бір жағынан баланың өр рухын сындырмауымыз керек. Әрине, тезге салып тәрбиелей алмаймыз. Енді біздің мақсатымыз айтқанға көніп, айдағанға жүре беретін тобыр тәрбиелеп атқан жоқпыз ғой, дұрыс па? Күшке солсаң, қырсығып одан әрі өршейді. Немесе, отынды өшіріп алғандай боламызды білмеймін енді. Мына екі қызға не жоқ? Ой, бұлар Байназар, Хақназар деген ағайынды байбатшалардың тым ерке қыздары, Ағайша мен Айбарша. Әкелері егіз болғасын ба, екеуі бір-бірінен аумайды, тәртіпке бағына бермейді, өзінікін жасайды, һәм жасатады. Балар, бүгінгі біздің тақырыбымыз квадраттық теңдейлерді ықшамдау. Ал ендеше мына теңдейлердің шығарылу жолын сендерге түсіндірейін. Қыздар, неге кешігіп жүрміз?
Асханадан шай ішіп келдік. Еще шоколадпен. Ал мен Айбашаға шай земдеп бердім. Жаңа тақырыптың есептерін түсінбей қаласыңдар ғой? Ой, осы арғақ түсіндіре беріңізші, бізді ойлап қалмай. Онда шығарыңдар мына есептерді көрейік. Жарайсыңдар қыздар, молодцы. Қанша жерден ерке, қырсық болса да, сабақтары жақсы бұлардың. Ал, айтыңдар. Мектептен шығарамыз ба? Енді ол мектептен шығаруға әлі ертелеу болады ау, директор мырза. Кез келген баланың жан дүниесінің кілтін тапсаңыз, көкіректері толған қазына. Сол үшін осыған қарай бір жол табуымыз керек мәселесін. Ал? Бір идея бар. Қандай? Сол көмектеседі деген ойдамын. Өз еттерін, өз майларына қуырамыз. Анау сына шығарады демеймін, а? Міне. Бұлай жасаймыз. Бүгін әкеп беретін күндері. Әкелмесе не ішеміз? Қоңырауда Аман-есен мен Аман-есен ақылдасып алайық. Сосын Аман-есен тірлікте тындыра береміз ғой. Ема, екеуінің аттары темаға сай екенді. Сондай де. Сондай. Ойың жақсы екен Самат мырза. Әй, бірақ балалар сезістеніп қалмай ма? Ой, директор мырза, сезбейтіндей қылаймыз ғой. Ана екі қызды қастарына қосып қоямыз. Ештеңені сезбей кетеді. Қалай бай? Жақсы. Ал онда іске сәт. Іске сәт. Ойың жақсы екен. Қамызыңыз да жақсы екен. Алда сондай болған. Кеттік аналар тауып алай. Ау жігіттер, тағы не білдірдіңдер? Сендер туралы слухтар кетіп жатыр ғой. Жалпы сендер шөппен танысыңдар ма? Түсінбедім, не шөп ол? Жүрген жерлерінен шөп шықпайды деймін. Кетші, өзіңе арабаш. Зато біз сендер сияқты тұмсық бұзып жүрген жоқпыз. Тыныш қыздар. Сендер қыздармен сыпайы сөйлесейік. Жігіттер, олар бүгін әкеп бермейтін сияқты. Осы жерден қоя салайық. Жоқ ой, барамыз идеяның до конца. Жоқ жігіттер, өткендегі мұғалімдер біліп болған сияқты. Ағайлардан обидно болады. Пацан чотам, задний береміз ба? Уәде беріп келеміз деп. Дальше өлші көреміз ғой енді. Жігіттер, мәселені... Әтеке, уайымдамаш. Бәрі папаны ғой. Аман дұрыс айтады. Осын до конца істеп тастайық. Әліптің артын сосын бағарымыз. Короче, пацаны. Жігіттер, сендер Самғат ағай шақырып жатыр. Бәрімізді ме? Жоқ, Алтынтай мен Жомартты. Жігіттер, бекерден бекер шақырып жатқан жоқ. Задний бермейміз, сөзден секірмейміз. Солай ма? Конечно. Так точно, делаем до конца ғой. Жігіттер, біз уже сөзден секіріп кеттік. Ағайларға қанша айттық соқтықпай жүреміз, төбелеспейміз деп. Атик, сен ғой бізді осы тірлікке араластырған. Не сөзден секіріп алсың? Ақылын қазір келді. Қойсаңдаршы. Атымтай мен Жомарт 8А, Есен мен Аман 8-ші Б сыныбының оқушылары. Төртеуі қанша жерден бұзық болса да ақылға келеді, сөзге тоқтайды. Кір. Қыздар отыр. Демек әңгіме төбелес жайында емес. Демек оны білмей қалды деген сөз. Не болса о болсын, главный ұстаздар білмей қалды. Жігіттер, қыздар, келгендеріңе рахмет. Бізге, яғни сендерге басшылықтан тапсырма келді. 8-ші сынып оқушыларын өз бейімділіктеріне қарай топ-топқа бөліп, сол бойынша тапсырма беріледі. Бұл жердегі мақсат осы бастан сендерді бір салаға қарай бейімдеу. Әр топтың өз жетекшілері болады.
неге бейімсіңдер? Қалай қарай дамып бара жатсыңдар? Соның бәрін бақылап, байыптап жүреміз. Түсінікті ма? Қуанышқа орай, сендер менімен бірге жұмыс жасайтын болдыңдар. Бұл іс-шара 1,5 айға жалғасады. Қызық екен. Сонда не істеуіміз керек? Шамай келетін іс болса болды ғой. Сіз тау опар десеңіз, тау опаруға дайынбыз ағай. Солай ма, жол ма? Конечно, дайынбыз ғой. Рахмет. Жарайсыңдар жігіттер, қыздар. Шындығында бұлар үшін Самғат ағайларының айтқандары заң. Себебі ол өз оқушыларын ақылымен, жұғымды мінезімен аз уақыттың ішінде баурап үлгерген. Сыныбындағы оқушылардың бәрі Самғат ағайларының үдесінен шығуға тырысып бағатын. Тіпті арнасынан асып тұрған екі асау мен сөз тыңдамайтын сылқын бикелер көркем мінезінің құдіретіне илігіп, жан дүниелері жай тауып отыр. Жігіттер, қыздар, бұл өте жауапкершілікті талап ететін қасиетті істеуге болады. Егер іс барысында қандай да бір қиыншылықтар болса, маған келіңдер. Көмектесуге әрқашанда дайынмын. Ал сәттілік, көмек керек болса, есігім ашық. Осымен біздің дайындаған кешіміздің аяғына да келіп жеттік. Енді амалдың жоқтығынан аяғына де шыдап көргендеріңізге көп рахмет. Ой-хой, бұл сұлудың аты Қарақат, класының белсендісі, сабағы жақсы. Дегенмен өзіне қарсы келгеннің шляпасын қайырып жіберетін мінезіміз де бар. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақтарын керемет өтті. Мариям апайға рахмет. Сау болыңдар. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі тәрбие сағатына өте жақсы дайындалып келіпсіңдер. Керемет. Ал енді сендердің көрсеткен сахналық көріністерің тамаша өтті. Өте жоғары деңгейде. Рахаттанып бір күліп алдық. Жарайсыңдар. Жансая, фоткай, пожалуйста, үшеумізді. Вау, iPhone 15. Круто. Конечно. Мобилограф апай от души түсірси, а так iPhone 15 мен түсіріп тұрсың ғой? 15 тұстап қолым дірілдеп жатыр. Құлап сынып жатса, айбет бе. Бұл Жансая суретке түсіріп, видео жасағанды жақсы көреді. Инстаграмның гүлі. Инста парақшасында 5500 жазылушысы бар. Қайдағы 5528 подписчик. 28 адамды қайда жібердің? Еще мендегінің бәрі живой. Ой, кешіріңіздер, 5528 екен. Иә, далада жатқан 28 подписчик жоқ. Мә, көзім жұмып қалдым, қайтадан. Еркекші, шындығып тұршатыныш. Бұл үшеуі жүрген легенда. Мансур мен Хамза сабақты қатырмаса да қоғамдық жұмыстарға белсенді. Кеттік, астына барып қырт-бырт бақашаян тіске басып кетек. Бұл Серікжан сабағы өте жақсы. Басы қатты жұмыс жасайды. Дегенмен қазақшаға шорқақ. Шорқақ? Шорқақ деген не? Ой, кешіріңіздер, өте шорқақ екен ғой. Мақал-мәтел, сөз тіркестері келгенде басы зависать етіп, көтермей қалады. Тоқташ, Хамза қайға барамыз? Асын асханаға. Там что, бақашаян что ли? Ымды түсінбеген, дымды түсінбейді, қарным ашты. Асханаға барып жыланның басын қайтарайық. Серьезно? Там что, еще змей? Обожаю змей. Үлкен жылан ба? Кеттік. Мына қашан ми кереді? Не жазылған? Оқшы. Ағайша мен Айбаршаға тапсырма. Жансая мен Қарақат. 5-ші А сыныбы. Екеуі де жақсы оқиды, өте белсенді. Олардың әлсіз тұстарын тауып, сол жағынан дем беру. Олардың бейімділіктерін анықтау. Ойбай, не дейді? Түсінбедім. Сонда не істеу керек? Танысамыз, сөйлесеміз. Түсінбейтін ештеңе жоқ сияқты. Атымтай мен Жомартқа тапсырма. Хамза, Мансур және Серікжан. 5-ші А сынып оқушылары. Бұзықтығы бастарына жетіп артылады. Тәртіпке салып сабаққа қызығушылықтарын ашу. Не істеу керек сонда? Онша ұқпаймын мұнан. Сабақ жағын білмеймін, бірақ тәртіпке салу жағын қатырамыз ғой, жақсылап тұрып. Ал жігіттер, біз кеттік. Жүр Ағайша. Түсінбейтін ештеңе жоқ сияқты ғой. Не істейміз? Не үйретеміз? Бұның стратегиясы мынандай. Бірінші тәртіпке саламыз. Жай сөзбен айтамыз. Жай сөзге көнбесе, өздерінен көрсін. Аюға намаз үйреткен таяқ демей ме досым?
Ал сабақта қалай үйретеміз? Не үйретеміз? Ол жағын өзіңе қалдырдым. Шамал жартас болмасың. Шілей ұңайсың ғой. Екеуміз мына қатырмаймыз. Жүр кеттік, ағаймен ақылдасайық. Осы жерде Атымтай күшіне сеніп тұрса, оңбай қателеседі. Ол үшеуі кіші болса да оңай шағылатын жаңғақ емес. Өткен айда допқа таласып, өзінен 2 жас үлкен 2 баланың бірінің мұрнын қанатып, екіншісінің басына шишка жасап берген. Олар өздерінен кішкентай балалардан таяқ жегендері үшін ешкімге айта алмай, бұл түрлік ым-жымсыз жабылған еді. Шайшылық па сенікі, әкел допты. Бермейін. Әлі жетпесе, таяқ, кірпіш деген құралдарға жүгінеді. Жалпы солай жігіттер. Күшке салу вариант емес. Көресіңдер өздерің. Жоқ ағай. Енді танысамыз, сөзге келеміз, күшке салмаймыз ғой. Любой нәрсені ақылмен шешкен дұрыс қой негізі. Конечно, братан. Бірақ ағай, жүнделі ол оңай жуастаулары табылмады ма? Сендерге бір лайфхак. Танысыңдар, сөйлесіңдер, олармен дос болыңдар. Нені жақсы көреді? О, соны анықтаңдар. Сол арқылы темаға кіресіңдер. Тек осыны жасай алсаңдар, мәселенің жартысынан көбін шештім деп ойлай беріңдер. Жақындық, жылулық, біраз нәрсені шешеді жігіттер. Да, братан, көрдің бе? Мәселе қайда жатыр? Қыздар, қалайсыңдар? Сәлем, жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Менің есімім Айбарша, ал бұл құрбым, Ағайшам. Құрбы? Сен негізің деп қалдың. Негізі туысқан апалы сіңіліміз, әкелеріміз егіз. Бәсе, қатты ұқсайсыңдар. Қыздар, бізге тапсырма берілді. Бүгіннен бастап, біз сендерге тәрбие сағатын жүргізіп, сабақ үйрететін боламыз. Яғни, бұдан кейін біздің айтқанымызбен жүріп тұратын боласыңдар. Қойы, мә керек болса, не істейік онда? Тапсырмаларың болса айта беріңдер. Түсінбедім. Сабақтан үлгерім нормалына, әдемі келе жатырмыз. Жолдарың ашық болсын, көмектерің үлкен. Рахмет. Қыздар, сендер бізді түсінбедіңдер ғой деймін. Сенің есімің Қарақат, ал сен Жансаясың, дұрыс па? Иә. Артық сөзді қайтеміз, ендеше іске кірісейік. Сен Айбашасың ба? Ендеше Айбаша. Өздерің жөндермен жүре берсеңдер жақсы болады еді. Қайтеміз бір-бірімізді ренжітіп. Қыздар, негізі біз сендерге жақсылық ойлап тұрмыз. Ит қарнына сармай жақпайды деген. Сонда кім ит бұл жерде? Тып-тыныш отырмыз. Өздерің келіп соқтығыстыңдар. Ал мына мәселеңді ақылдысымақ. Қолданатын жерге қолдан. Поняла? Болды. Айбарша, жүр. Бұлар жақсылық тоқпайды. Ақылдарыңды бастарыңа жағып алыңдар. Мыналарың шамал ауырмай ма? Істемейме мына жұмысты. Тапсырмалары өзіне не басы жоқ, не аяғы жоқ. Тоқташ, сабыр сақтасай, ағайдан анық қанығын сұрап алайық. Керек болса өзім бар. Бармайым мен. Жақсыштер кетіңдер ма? Ал Атымтай мен Жомарттың жол болды. Себебі ағайларымен ақылдасып, балаларға қалай подход жасау керектігін сұрап алған. Кім білет? Бұларда бас салып күшке салғанда істің насырға шаппасына кім кепіл? Тем ойнап қоя дегенсіне жігіттер. Молодец, жеңдіңдер. Конечно, менің командам ғой. Біз Мансұр екеуміз футболға қатысамыз. О, молодец. Сенші? Мен екеуін тренерімін ғой. Тренерім. Кетшістер шай-пай ішіп қойтайық. Міне, ақылдасудың берекеті осы. Өгіз де өлмеді, арба да сынбады. Қарақат, мен жаңа қатты кет қалмадым ба? Олардың не айтқылар келіп жатқан шамалы түсініп сабыр сақтау керек еді, я? Жоқ, қатты кетпедің. Қатты кетсінде ол өте норма ғой. Қателессең бір қателесіпсің, онда тұрған не бар? Мен шамалы ыңғайсызданып тұрмын. Жоқ, олар өзі бастады. Бәрі жақсарды мойымда ма? Ашуың басылды ма? Нормально. Жүр, ағайға барайық, сөйлесейік, ақылдасайық. Көмектесем деген еді ғой бұл жағдайда. Осыны істемей ақ қойсақ болмай ма? Жоқ. Берілген жауапкершілікті соңына дейін алып барайық. Тырысып көреміз, қолымыздан келеді. Жүр.
Кір. Я қыздар, не мәселе? Айта беріңдер. Қыздармен таныстық. Сендерге сабақ үйретеміз деген еді, қарсы келді. Білмегендерді үйретейік деп едік, ақылдарыңды бастарына жағындар дейді ғой. Бізді жолы бала жасады. Соған бола ренжіп қалыңдар ма? Шамалы ренждік. Ағайшаныкі шамалы деуге келмейді, бір кісі де бұлқан талқан боп ашуланды ғой. Қыздар, барлық нәрсені ақылмен, оймен шешем деген нәрсе жоқ. Кейде жақындық, жылулық, сезім деген нәрсе болу керек. Мейірімділік сезімі адамдарды жақындастырады. Сонда не істеу керек, ағай? Не істеу керек? Бірге ойланып көрейікші. Не істеуге болады? Бірінші, олармен танысып, одан кейін дос болу керек шығар. Міне, керемет ой. Тағы? Онда алдымен олардың не жақсы көретінін біліп алайық. Сол арқылы достасы оңайға түседі деп ойлаймын. Тамаша, екеуің де керемет ой айттыңдар. Дос болсаң, оның не жақсы көретінін білесің. Достық пен сүйіспеншілік бәрін өзі реттейді. Жүр, Айбарша, біз кеттік. Асық болсаңдаршы. Жоқ, ағай, сізге үлкен рахмет, уақытымызды босқа жібермейік. Жарайды. Қайырлысы, жақсылықтың ерте кеш жоқ. Бір жерден шығар әйтеуір. Олар тағы да кепті ғой. Қыздар, жаңа сендер артық кетіп қалған сияқтысыңдар. Бір-бірлерімізді түсінбей қалыппыз. Соны түсіндірсек, бізді де түсінетін едіңдер. Сендердікі дұрыс әрине, бірақ біздікі де дұрыс. Қыздар, біз жаңа артық кетіп қалыппыз. Бізді кешіріңдерші, кейбір нәрсені дұрыс түсінбей қалыппыз. Соны жуып шаюға сендерге балмұздақ алып келдік. О, керемет, балмұздақ болса неге кешемеске? Сасқан ерек артымен сіңгейді деп не айтып қойғанымды ұқпай қалыппын ғой. Мына түрлеріңмен бізге не үйретпексіңдер, не айтып, не қойғандарын білмей жүрсіңдер. Соны айтам. Қарақат неге шақырған жерлерге келмей жүр деп олайсың? Білмедім, анықтап көру керек. Бәлкім ыңғайы келмей жүрген шығар. Уже 3 рет шақырдық. Үшеуінде де тек қана Жансая келді. Кеше аналармен не істедіңдер? Кофе ішетін жерге бардық. Математика сабағын орындадық. Түсінбеген жерін бәрін сұрап алғансың ғой. Күшті өтті. Сен неге келмей жүрсің? Сонда кездескен сайын сабақ оқып жүрсіңдер ме? Әр кезде әр түрлі. Ең бірінші паркке барып балмұрсақ жеп қайттық. Кстати, сенбі күні біздің үйге Ағайша келеді. Айбаршаның басқа планы бар екен. Сен де келсей? Көреміз. Солардан үйренем ба? Оларға мен үйретем ғой, керек болса. Өздерің не айтып, не қойған білмей жүрген адамнан не үйренесің? Давай сабақтан кейін ұстап алайық. Қанша күн болды уже бермей жүр. Ұстасам, ашасымен бірге өндіріп аламын. Өндіріп алам дейді. Басқаға тілі келмесе де өндіріп алу, тартып алу деген сөздерді қазақша жақсы айтады. Серікжан басқа сыныптың баласына ләңгісін сатқан 1000 теңгеге. Ал ол 3 күн болып қашып жүр. Ұстап алса, артынан теуіп жүріп, ләңгісін де, ақшасын да тартып алмақ. После урока вместе поедем, а? Болды ғой, ақша болса барамыз ғой. Так, балалар, сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасын міндетті түрде орындаймыз. Осы айдың соңында бүкілінен бақылау жұмысына алатын боламын. Шыға берсеңдер болады. Сау болыңдар. Ағайша, Айбарша, сендер мүлдем үй тапсырмасын орындамайтын болыңдар ғой? Ой, апай, айттық қой, бізді уайымдамай-ақ қойыңыз деп, сынып біздің шаңымызға да ілесе алмай жүр ғой. Байқаңдар, бағдарламадан қалқоймаңдар. Уайымдамаңыз. Мына апайдың сабағын не керегі бар, үйретіп қарқ қылып жүрген жоқ. Соны айтам, осы тақырыптар математика курсында өтіп тастадық қой. О, қыздар, қалайсыңдар? О, привет, қыздар, өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Қалың қалай, Қарақат? Жаман емес, өздерің қалай? Жақсы. Көрінбейсің ғой, кеше келмедің. Барғым келмейді, жолыққанда не істейміз? Жай, тереңірек танысып, сөйлесіп, білмеген сабақтарымызды бір-бірімізге үйретеміз дегендей. Сендер үйрете аласыңдар ма сонда? Өткендегі әңгімелеріңе қарап, бұл алаңға сырлар.
Ой, әйбетпеңдер, бұлар не үйретеді деп ойлап едім. Қолдан келгенше ғой. Қолдарынан келсе боптай тиер, Жансаяға үйрете беріңдер. Жақсы. Сенбі күні жолығамыз, Жансая. Қарақат келетін шығар? Иә, келеді ғой. Жоқ, ол күн жоспарым бар. Негізі ешқандай да жоспары жоқ. Тек Ағайша мен Айбаршаның алғашқы кездесудегі қылықтары ұнамай қалған. Сондай-ақ бәрін өзім білемін дегенде мінезіміз бар. Оларды алаңғасар деп менсінгіремей отқан түрі. Тоқташ, не айтқысы кеп тұр ана қыздың? Барып айтып тастайын ба? Сәл сабыр сақта. Өзімде жарылып кетейін деп тұрым. Алаңғасарлар дей ма? Жүрші, шашын жұлып қолына берейін. Осыған қарап тұрады дейсің ба? Қайта бүкіл мектепке позор боламыз. Жүр, шамалы су ішіп өзімізге келейік. Бұл сөздер басынан сөз асырмаған екі сылқымға қатты удар болды. Өмірде кездесетін бұндай жағдайлар адамға көп нәрсені ұқтырады. Әрине осы тұста сабақ алып ақыл тоқтата білсе. Сол да қызық қой. Оқ біле, кімді көріп тұрым? Ұстамайым не ойладың ба? Кеша, өзің кеп қолға түстің. Жібере салшы, бізге керек Мико ғой. Сөзіміздің бірін қалдырмай жатып айтып барсына Микоға. Микоға айтып бар, енді 20 мың емес, 30 мың қоясыңдар. Құқтың ба? Көзге біткен сүйрықсан бәле, құры бар. Ләңға қайда, ақша қайда? Енді ақшаны әкел. Ақша жоқ, қайдағы ақша? Хамза, Мансұр, ұстандаршы. Тағы 5 теңге қарысын. Тағы 1000 теңге десей? Не ол жатыр? Қойсаңдаршы. Нау мен ләңгімді алып қойып, осы уақытқа шейін ләңгіні де ақшаны да қайтармады. Болды, бара бер. Қойсаңдаршы. Мына тірліктен жарамайды ғой. Адамден кесімді ол керек. Сабақтан кейін жаңа баламен жолығамыз. Кесім сұрап достасыңдар. Кесікпе, бұлай болмайды. Ол бірінші кешірім сұрасын. Қайта кім бірінші кешірім сұрақса, сол үлкен жақсылыққа кенеледі. Қандай кешірім? Кешірім сұрасақ ақша келе ма? Сенің не қатысың бар? Серікжанның мәселесі бұл. Нормально бір добол керек еді. Сабақтан кейін жолығамыз. Барыңдар. Сен екеуіңе миы кірейін деп те? Миы кірді ме, әлде панталация етіп тұр ма? Кеша жасағына қарасам, миы кіргенге ұқсамайды. Понт ғой бұл артқа. Оны 200-лік деп атайды досым. Жомарт, екеуі дұрыс айтады. Бетің бүлк етпейді сен. Достасыңдар, кешірім сұраңдар. Жаңа ғана Кешаға не істедің? Сен шама өзіңе қараш. Күннен күнне қардарың өсіріп бара жатырсың ғой. Түсі шамал. Екеуі жынды болса да кейде сау адам әңгімесін айтады. Досым, сақал жоқ, ақыл ғой, ақсақалы барайық. Көше болса да ақсақалдың әңгімесін айтады. Барып ақыласайық мынаны. Жүр. Ағаймен сөйлесек та, мен де соны ойлап отқам, ағай мектепте болса. Жүрсе тауып аламыз ғой. Жомарт. Кел айта бер. Ассалаумалейкум ағай. Ұстаз, көненің көзі, абза ақсақал, қалыңыз қалай? Жақсы ма? Сіздің жүзіңізді көріп, нұрлы ақылдарыңыздан тыңдау керек болып тұр ғой. Мәселе болса, кабинеттен келіңдер. Как раз мына жақта үлкен 2 кісі отыр. Қыздар, айта беріңдер. Алдарың қалай? Жақсы. Ағай, сіз берген тапсырмаларды дәл сіз айтқандай орындап жатырмыз. Бірақ келіспеушіліктер туындап жатыр. Екеуімен басында жақсы достасқан болатынбыз. Сосын? Жансаямен 3 рет кездестік, сабақ оқыдық. Арамыз жақсарып келе жатыр. Бірақ... Не бірақ? Бірақ Қарақатқа келетін болсақ, арамыз әлі жақсарған жоқ. Бізді менсінбейді ма білмейм, қанбақсыңдар, кімге тұлға болмақсыңдар дейді ғой, в общем. Қызық екен. Менсінбейді дейсің бе? Мен сендердің орындарында болсам, қыздар, алдымен өз бойыма қарап шығарайдым. Мен де бәлки біреуді менсінбей жүрген жоқпын ба деп. Осы нәрсені ойлап көрдіңдер ме?
Кел. Жігіттер, келіңдер. Сендерде не бар? Жеке мәселе әлде? Жеке болса кейін сөйлесейік. Жоқ, ағай. Онда айтыңдар. Байға ағай, сөзімізбен ісіміз сай келмейді. Біз біреулерге тыныш жүріңдер деп өзіміз сол затты істейміз. Біз не істесек, ана үшеуі де тура соны істейді. Мысалы? Ай, айтпай қойсақ болмай ма? Онда неге келдіңдер? Біз біреулерге тиісеміз. Бірақ серік жандар біреулерге тиіссе, біреулерді тиісуге болмайды, ренжітуге болмайды деп ақыл айтамыз. Екі жүзділік болып кеткен сияқты ағай. Бұл жерде бәрі түсінікті болып тұр. Екі топтың мәселесі бір-біріне өте ұқсас. Адам қалай болса, алдынан өзінің ішкі әлемін көрсететін оқиғалар шығады. Өзің туралансаң, айналаң да саған қарай реттеледі. Қарағат, сан ана екеуін неге ұнамай қалды? Кімді айтасың? Біліп тұрсың ғой. Жай, өздерінше крутая болып жүретін секілді. Сен де жүрсің ғой, түр бермей, міз бақпай. Міз бақпай? Не деген сөздер? Алан ғасыр әңгүдік сияқты біреу, құдай өзі кешірсін. Әңгүдік? Не деген сөздер сенікіде? Негізі шынымен де математикадан жақсы біледі екен. Бір мороженыймен басыңды айналдырып алыпты ғой. Бірақ шынымен де менсінбей кеткен секілдің. Бір көргенде кешім сұрасам ба деп ойлап жүрмін. Өздері де үлкен бастан кешім сұрап келді ғой. Қарақаттың бұлай өзгеруіне не әсер етті деп ойлайсыздар? Менің ойымша, қарсы тараптағы Ағайша мен Айбарша өздерінің қателіктерін түсініп, туралануға қадам басты. Бұл Қарақатқа тікелей әсер етті. Сенбесеңіз, өзіңіз көріңіз. Демек, Қарақаттың бізді менсінбеуі біздің ішіміздегі менсінбеушілік пен тәкаппарлықтан туындап жатыр ма? Оны мен білмедім. Өздерің ішіндегіні тек өздерің ғана білесіңдер. Математика. Айнұр апай, біз кеттік. Қайда кеттіңдер? Түсінікті ғой ағай. Айнұр апайымыздан кешірім сұраймыз. Бізді талай ойлап, біз үшін переживать етіп жүрген адамды менсінбей жүр екенбіз. Мынау қандай? Торымыз жоқ қой мына қыздардың. Біз де кеттік. Сендер қайда кеттіңдер? Ми бар адамға бәрі түсінікті болды. Сендерде де ми бар ма? Шынында ой санамызды қолдансақ, ақылымызды жүгіртсек, айналамыздың бәрі бізге не істеу керектігін айқайлап айтып тұр. Тоқта деймін, по-любому жетіп аламын. Қашып құтыламын деп ойладым ба? Ақшаны ертең әкеп берсем бола ма? Ты чо, қандай ақша? Мені 350 теңге, 150 теңгені ертең қайтара саламын. Өткенді ұмытып қайта достасақ, 1000 теңге қарыз емессің. 1000 теңге маған бере сал, егер бар болса. Қуасың ба? Бол, бара бер, доспыз ғой, әрине. Бірақ ләңгіменде қалады. Өзіңіз де түсініп тұрған шығарсыз, не болып жатқанын. Егер Серікжан өзгеріп, бұзықтығын қойса, демек екі ағасы, яғни Атымтай мен Жомарт, левый-правый жүрістерін тастап, тура жолға қадам басты деген сөз. Бәрекелді, арыстандырым. Қалайсыңдар? Мәселені шештік, Жәке, ләңгі мәселесі шешіліп, қайта достастық. Ай, красавчиктер, өзіме тартқан ғой. Болды, балалар, бара беріңдер. Если что, біраздан кейін жолығамыз ғой. Болды, Атеке, проблема болса біз осындамыз ғой. Конечно, братан, за любой кипіш қой. Мансур деген атым бар, 9 ондай. Атик, міне PlayStation. Болды ма сонда? Жан-жағы майлап, үйсі сеуіп бермейсің ба? Талбарик, неме өдірік түпет етіп тұрсың? Ақша қайды? Мико айтты, 2 аптадан кейін әкеліп береміз де. Мико сүйкоңды. Жақсы істеп тұрма өзі. Мико қайт өткенде үшін безавит. Өткенде ашуға беріліп кетіппіз. Бәлә, құдығымнан. Есеке, бол, бәр тема ғой. Есенге ақша керек еді ғой. Қарызға береміз саған. Атик, осының өзін табу оңай болған жоқ. Микоға сәлем айт. Өткенде үшін безавит. Мир ғой жігіттер. Конечно, мир. Кеттік.
ыстық шегірейік. Ағайша мен Айбарша келе жатыр. Айтпақшам, кеше Айбаршаның үйіне қонаққа бардым. Ағайша да келді туыстарымен бірге. Танысып, күшті отырып айттық. Мен кеше келе алмай қалдым. Қыздар, привет. Қалайсыңдар? Не істеп тұрсыңдар? Сендерді күтіп. Қыздар, бізді Самғат ағай шақырып жатыр еді. Шыққаннан кейін әңгімелесеміз ғой. Сендерді өткенде кофе ішетін жерде күтеміз. Не істейміз ол жерде? Кино көреміз ба? Хабарласамыз ғой. Мынау әңгүдіктігін әлі қоймапты ғой. Кетші. Нау iPhone 24. Сүрші біз екеумізді, аналар келмей тұрғанда. Тану Гүлбану, бізді суретке түсірсіңдер ма не? Жылт екен жылытпадан құрғалма деп қайтан шықтыңдар, құлақтарын тікірейіп. Мақамате жіберетін бопсың ғой. Мобилограф апай, бізді еркекше түсір. Давай, Жансай, я в тебя верю. И жоқта шышқа үйреді. Кейде мәселелерді орынсыз қолданатын жеріміз бар. Дұрыс болмады ма? Түк етпейді, бұны да үйреніп алармыз. Ең кереметі ләңгілес досымен айырылмастай тату болып ал. Мен негізі бар ғой, өткеннен бері байқап жүрмін. Самғат өте керемет іс жасады. Бәрекелді, өте керемет. Қарасам бар ғой, балаларда да үлкен өзгеріс бар қазір. Негізі біз үлкен буын ағалар жастарға осы ісін бар ғой қолдап, қоштап жүреміз керек. Дұрыс. Қолдаймыз ғой. Қанша дегенменде жастың аты жас қой, Әрине. Жастың аты жас қой бәрібір. Бізде енді барынша қолымыздан келгенше жасадық енді қолдап. Әрине, оған сөз бар ма? Әрине. Міне, асыл тастан ақыл тастан деген осы ғой міне. Дұрыс, бәрекелді. Сен марқамдарыңыз үлкен рахмет. Кел. Міне. Алдар. Айналайын жастар, келіңдер айналайын, міне. Сендердің 1,5 айға созылған жұмыстарыңды көріп тәнті болдым ғой мен. Адамның көңілін тауып, бірдеңені үйрету дегеніңіз үлкен шаруа. Әрине. Міне, жас болсаңдар да үлкен нәтиже шығардыңдар. Ағайларыңа да рахмет, сендерге де алғысым шексіз. Ой, бәрекелді. Міне, алдағы жазғы демалыста ағайларыңмен қосып 1 ай лагерге жіберемін, тегін жолдама. Керемет. Жақсы енді. Менің біраз шаруаларым береді. Жүре берейін, өздерің дастарханға жайғасып ішіп жеп отыр. Рұқсат болса, мен де шаруаларым береді. Жастар өздеріңіз, ұстаздарыңызбен бірге. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Жарайды. Рахмет. Жақсы. Бірақ ағай, біз берілген тапсырманы аяғына дейін бітірген жоқпыз ғой? Ағайша дұрыс айтады ағай. Біздің әңгімеміз де, тірлігіміз де әлі біткен жоқ. Бәрекелді балалар. Мен жастарға сенемін дейді ма? Бұл түрліктің аяғы болмайды. Негізгі мақсатты түсінсеңдер, демек, бұл ұлы істің табалдырығын аттадыңдар деген сөз. Бұл тапсырма сендерге осы керемет жауапкершілікті сезінулерің үшін берілген. Міне, мақсаттарыңа жеттіңдер. Сонда ары қарай не істейміз? Оны ойланып көру керек. Сендер қалай ойлайсыңдар? Әрі қарай әр адамның не істеу керектігі түсінікті болатын. Қоғамды түзегің келсе, өзіңнен баста. Өзін таныған адам әлемді таниды. Әлемді таныған ақиқатты табады. Ақиқатқа қол жеткізгің келсе, өзіңнен баста. Түзелуге тырыс, айналаң саған қарай түзеледі.